Әйелдің сиқыры. Әрбір әйел айналасынан өзі қалайтын әлемді жасай алады. Айналаңнан үйлесімділік пен жаңа жайлылық жасай білудің түп тамыры өзіңнен және өмірден ләззат алу. Бақыт пен рахатты сезінген әйел оны өзгелерге де жасап, жүрегіндегі сезімді еселеп, әлемге таратып отырады. Әйел өз сиқырын өмірдің барлық өрісіне қолдана алады. Үй жинай жүріп, тамақ пісіріп, өзін жасандырған сәттерде әйел тылсым күшке ие. Оның көңіл екпіні ғана бұл сиқырдың қандай нәтижемен тәмамдалатынын біледі. Мәселен, ол жасаған тамақ жай ғана энергетикалық азық немесе сиқырлы дәм бола алады. Яки о болып кетуде ғажап емес. Әйелдің қолындағы дүниенің бәрі мазмұнға толады. Әйел дүниенің 4 стихиясын өзінің болмысына бағындырған, соған сай түрлі тұрғыда дами алады. От стихиясы – әйел ләззат беруші. Су стихиясы – бейкүнә қыз. Ауа стихиясы – патшайым. Жер стихиясы – салиқалы бәйбіше. Жермен тығыз байланыс әйели сиқырмен толысуға жол ашады. Қазіргі қоғамда бәйбіше атану бар болғаны, ыдыс жуушы, үй жинаушы сияқты таяз оймен байланысты болып тұрады, бірақ бәйбіше одан да зор ұғым. Бәйбіше атану сиқырлы әлемге қадам басу, сиқыршы атану секілді. Славян аңыздарында бәйбіше атанған әйел балтадан ас пісіріп, еріне кестемен жеп өтпейтін жейде тігіп беретін сиқыршы мәртебесін иеленген. Кез келген жарақатты бір сипап жазалатын алапат күшке ие. Бір көзқараспен жүректі жаулай алатын ғажап сұлулықтың иесі болған. Мұндай әйел өзінің қалауымен келешегін қалап шығарады. Ол өз айналасына тыныштық пен үйлесімділік сыйлайды. Ең бастысы, бұл қасиет барлық әйелге тән. Бірақ мұндай қуаты барын бәрі дерлік сезіне бермейді. Тек түйсікпен кейде қолданып қалады. Тамақ пісіруді әр әйел үйренеді. Бірақ ешкім бізге ер адамды есінен тандырарлық сиқырлы тамақ пісіруге үйретпеген. Үтіктің не екенін білеміз, бірақ ешкім сүйіктіңнің жейдесін үтіктегенде оған сиқыр дарытып, кез келген келіссөзден жеңімпаз болып шығатындай етуін үйретпеді. Мәселе адамды бағындыру мен қарадуға оқыту турасында емес. Мақсат өзгенің меніне жаман пиғылмен қара дақ түсіру емес. Бұл әңгіме мүлде басқа сиқыр туралы. Әйелдің күш-қуаты мен әйелдің мәнді ұғымының бәрін толыққанды мазмұнмен толтыра білетін тілегі туралы. Айналасына махаббат пен бақыт сыйлай алатын қабілеті хақында. Тәжірибеде өзіңнің әйелдік қуатыңды сезін. Оның қайнар көзі тәннің қай бөлігінде орналасқанын анықта. Сол табиғи күштің еркін болуын қадағала. Өзің бір нәрсе істегенде, үй жинағанда, тамақ пісіргенде тағы басқа, соның барлығын шын ниетпен жаса. Үй жинасам, үйім бақытқа толады деп сен. Таза үй қуанышпен көңілге дауа сыйлайтынын ұмытпа. Үйіңді тыныштықпен, бақытпен, махаббатпен толтыр. Тамақ пісіргенде құпия ас даярлайтындай бол. Әрбір азықты өзгеше қасиетке, немесе ерекше ниетке бөле. Кеңістікке өзің ғана сезетін керемет сезімдерді жібер. Бастысы азықтың құрамына өзіңнің махаббатыңды араластыр. Әйелдің ыстық ықыласын дәмдеуі ет. Шын ықыласпен жасалған тағамнан артық ас жер бетінде болмайтынына сенгін.
Үй жинағанда болмысыңдағы барлық жаман қылық пен жағымсыз ойды қоса тазалап жуып шайып жібер. Сонда үйің таза, көңілің жайма шуақ, жарқын болады. Үйің махаббатқа толады. Күйеуінің жейдесін үтіктегенде оның күш қуатын сезін. Оның азаматтық болмысының алдындағы өзіңнің нәзіктігіңді сезін. Оның жейдесін махаббатпен үтікте, сол махаббат оны барлық кедергілерден сақтайтын қорған болмақ. Бұл әйелдің бәрінің қолынан келетін құдірет. Өз махаббатыңды сылап сипау арқылы жеткізіп үйрен, махаббатты сезін. Ең оңайы балаға деген сүйіспеншілікті байқап, тексеріп көруге болады. Нәрестені алдыға алып, оны сылап сипалау арқылы беймазалығын басуға болатынына көз жеткізесің. Бұл ғажайып екенін өзіңде мойындайсың. Аллаханның жылуы кез келген жан жарасын жазып, түрлі үрейді жеңеді. Адамға тыныштық береді. Әйел тіл табысқыш, бейбіт сүйгіш жан. Ол кез келген кикілжіңді жоя алады. Әлемнің төрт бұрышына өзіңнің әйелдік нәзіктігіңді босатып жібер. Ішіңнен барлық тіршілік иесі бейбіт сүйгіш, бәрі сабырлы де. Сонда айналаң үйлесім мен тыныштыққа малынады. Әйел әлемге тыныштық сыйлайды. Аударған Шынар Әбілда.